Қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер, сіздермен бірге Гүлназ Сәбитқызы. Бүгін сіздерге жақсы бір тақырыптардың бірі не үшін косметологқа бару керек деген тақырып жөнінде айтатын боламын. Қыздар, гинекологқа барған секілді косметологқа да жылына 2 рет немесе 3 рет косметологтың консультациясынан өтіп, түрлі процедуралар жасататын болсаңыз, бетіңіздің жасарып, әдемі болып тұруына, нұрланып тұруына өте жақсы көмектеседі. Енді косметологқа барған кезде түрлі процедуралар бар. Мысалға, чистка дейміз, бетіңізді тазартуға, пилинг дейміз, бетіңізді нәрлендіруге, сонымен қатар бізде мезотерапия, биоревитализация, не болмаса плазмалифтинг дейміз, осыны инъекциялық процедуралар да бар. Бұл сіздерге не үшін қажет? Егер де бетіңізде майда әжімдер пайда болатын болса, не болмаса бетіңіздің түсі кеткен болатын болса, не болмаса бетіңізде майда қызарғандар болатын болса, тонусы нашарлаған болса, міне осы инъекциялық процедуралар сіздерге өте жақсы көмектеседі. Ол сізге көбісі ойлауы мүмкін, косметологқа бір рет барамын, одан кейін ол жерде сонда үйреншікті болып қалады. Косметологқа одан кейін бармай қалсам, бетім онша емес болып қалады дейді. Жоқ, қыздар, косметологқа барғаннан кейін үйде дұрыс күтім жасайтын болсаңыздар, бетіңізде ондай нашар өзгерістер болмайды. Сол себепті өзіңізге күтім жасаңыз, гинекологқа барған секілді косметологқа да дер кезінде барып тұрыңыз. Сол кезде әдемі, жас көрініп жүретін боласыз.